İslam ұйықта. Soğanı ne? Nar. Жаңа тұрған. Талғат аға деп айтып қойып едік қой. Ертерек шығарып. Мен кім бар екен? Алмат мамин. Құндыз.
Қашан сағат 3-те. 3-те бізге өтеспейді ғой. Мен астынан. Иә. Бірден сонда. Басқа кісілер бармыз. Жанарайға звондап. Компьютер. Şu жақтан. Сен алдына неге бізге сөйтіп? Ресей автобуспен барамын деп. Кім? Әсем ба? Иә. Одан дейтін Нұрлан ағайға заказ беріп жатқан сияқтымыз. Нұрлан ағай. Тоқадан айтқан жоқ. Мен негізгі айттым ғой, не осында бірге шаяқтар. Қайта әлбетте дейді жатқан. Ол айтпай тұр ғой сен. Көрдің бе? Бұл постоянно лақтып кетеді ғой, айнұрға. Әшел. Барсаң онда ертең. Жоқ, үшін. Сәлемдерді қалай? Қандайға сізде ұстайды. Сосын жаңа ойына қайтасыздар. Не айтайын? Жұмастан қайтасыздар. 9-да. Орынгүл, әңгімеңіздің бәрі естіліп тұр. Орынгүл, микрофоныңызды өшіріңіз. Если кто-то эту работу все-таки не сделал, почему это там озвучивает?
Вообще не воробей. Эти поверхности. Одноразовые системы. Эти поверхности. Это поговорю, обязательно говорю. Это ашрам негізше, ол флешканы бар. Енді қайтадан ашу керек болды. Одноразовыми стильными. Обязательно. Ашу емес па? Ашуға болады, бірақ уақыт керек болғанша. Істегенсің тек. Одан алып тастадым да главное. Иә. Бітті қазір көрмейші, одан алып тастадым. Оны сол жоқ. Айгүлкен мамасы балабақшадан ғой, заведующиймін ғой. Ага. Қайырлы күн, әріптестер. Дауысым естіліп тұр ма екен? Иә, естіліп тұр. Және де жаңағы біздің слайдымыз көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Аха, саламатсыздар ма? Біз күте тұрайық әріптестерімізді тағы да 5-7 минут. Баршаңыз семинарға қош келдіңіздер. Видеоларыңызды қосып қоюларыңызды сұраймыз. Және де дауыстарыңызды айырып қойсаңыздар, құрметті әріптестер, ережеге сәйкес біз видеомызды қосып қоюға тиістіміз. Бүгінгі семинарымыздың тақырыбы мектепке дейінгі ұйымдарды мемлекеттік аттестаттау жүргізу. Семинар мемлекеттік тілде жүреді, ал ертең осы уақытта, осы тақырыпта тек семинар орыс тілінде жүретін болады. Сондықтан орыс тілді неге жүргізбейсің деген сұрақтар туындамайды деп ойлаймын. Семинардың тақырыбы мемлекеттік аттестаттау мектепке дейінгі ұйымдарда. 5 минуттай тағы да әріптестерімізді күте тұрайық. Әріптестеріміз жиналғанша біздің платформа туралы айтып кеткіміз келеді. Біздің платформа білім китс деп аталады. Ол цифрлық платформа, яғни мектепке дейінгі ұйымдарға жұмысты қалай жүргізу керек, бүгінгі таңда қандай талаптар қойылып жатыр. Және біздің платформада тек қана мектепке дейінгі ұйымның басшыларына емес, әдіскерлеріне, мектепке дейінгі ұйымның педагогтарына, ол тәрбиешілерге, психолог, логопед, дефектолог, тифлопедагог, дене шынықтыру нұсқаушысы бар, музыка немесе саз жетекшілеріне, мектепке дейінгі ұйымның медбикелеріне арналған құжаттарды ала аласыздар толыққанды. Цифрлық контент бар, яғни сіз жұмысты қалай ұйымдастырасыздар, видео, ертегілер балаларға арналған, немесе таңғы жаттығуды сүйемелдепті, музыкант келмеуі мүмкін, таңғы сіздің ауылда, шағын балабақшалар, немесе үлкен топтық балабақшаларда барлығында саз жетекшісі болмайды ғой, бірақ біздің контент арқылы сіз жаңағы түрлі музыкалық қоса отырып, түрлі қызметтерді атқара аласыздарды. Сондықтан қазір біздің әріптестеріміз құптай жиналғанша мен сіздерге біздің контентті көрсетіп жүруге рұқсат етіңіздер. Медиа контентқа келіп тоқтайтын болсақ, мысалы біз сіздермен бірге түрлі бағыттағы жұмыстарды жүргізуіміз керек қой, таңғы қабылдау болады да, мысалға. Ал таңғы қабылдау қалай жүру керек? Мысалға сіз тәрбиешісіз балдарды қабылдап жатасыз да, сол уақытта бірақ балдармен жаңағы Кешіріңіз, даусыңыз естілмей қалды. дауыс естілмей тұр ма, әріптестер? Иә. Естілді ма енді? Иә, енді естілді. Дауыс естілмеді, иә.
Осындай бағыттағы түрлі мультфильмдар бар біздерде. Мысалға, тәрбиешіге көмек ретінде, мысалға, пішіндер тақырыбын қарастыратын болатын болсаңдар, немесе ауа райына байланысты да, мысалға, жыл мезгілдерін қарауыңыз мүмкін, немесе мысалға, сізде дейтін тақырып дәмді тағамдарды қалай дайындау керек, немесе айлар туралы балаларға ұғымдарды қалыптастыруымыз керек болса, осындай видео контент бізде өте үлкен. Сонымен бірге ертегілерде де бар. Яғни түрлі бағыттағы ертегілер, сіздер білесіздер, бүгінгі таңда ол тек қана топта емес, балабақшада емес, ата-аналармен бірлескен жұмыстар болу керек. Ол ертегілерді сіз оқып беруіңізге болады, немесе тап сол жаңағыдай мен айтқанда, балаларды қазір мысалға сіз демалуға жатқызып жатсыз ғой, сол уақытта оларға осы ертегілердің аудио түрін қосып қойып тыңдатуға болады. Яғни біз жұмыстың бірнеше түрін сіздерге көрсетіп отырмыз. Видео контентті жаңа бірқатар осындай ертегілерді, әндерді, немесе мультфильмдарды сіз қарауыңызға болады. Негізгі бағыт сіздерге әдістемелік бағытында көмек көрсету болып табылады. Сондықтан бұндай видео контент бізде көп. Сонымен Тиктар Junior деген жаңағы арнайы бөліміміз бар, немесе түрлі бағыттағы картотекалар бар. Қазір семинардың аяғында тағы да бір көрсетіп жіберерміз. Ал енді семинарымызға көшейік. 10 минут болды әріптестерімізді күтіп отырғанына. Видеоларыңызды қосып қойсаңыз, әріптестер, онда бүгінгі жұмысымызға көшейік. Балабақшада мемлекеттік аттестаттау қалай өтеді? Оған қалай дайындалу керек? Қандай құжаттарды дайындалу керек та? Қай құжаттарға сәйкес жұмысты дұрыс жүргізу керек? Мемлекеттік аттестациядан өту үшін деген сұрақ туындайтын болса, қазір сіздер, мен орыс тілде қосып қойған екен, қазір кешірім сұраймын. Қазақ тіліндегі слайдымды шығарайын. Көрініп тұр ғой слайдымыз, әріптестер? 2023 жылы 27 наурызда 249 қаулысымен Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілді. Сол тұжырымдаманың екінші нысаналы индикаторы ол жаңағы меншік нысанына қарамастан тәрбие мен оқытуда сапасын бағалаудың өлшем шартына сәйкес келетін мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі бекітілді. Мысалға 23 жылы ол 20% болса, 2024 жылы, яғни биылғы жылы 50% болу керек. Ал 25 жылы ол 75% болу керек, 26 жыл ол 100%-ды құрау керек. Бұл не? Яғни бұл бүгінгі таңда мемлекеттік аттестациядан, мысалға алайық, біз Ақмола облысы деп айтайын, Астана қаласы мысалға 100 балабақша өтуге тиісті болып бұйрықпен шықса, бірінші кезеңде соның 50%-ы бірінші кезеңнен өту керек. Яғни сіздің жұмыс түріңізге қарамайды, сіз мемлекеттіксіз ба, жеке меншіксіз ба, міндетті түрде кестеге сәйкес жаңағы мемлекеттік аттестациядан өту керек болғанда, бірінші кезеңнен сіз кедергісіз өтуіңіз керек. Түсінікті ғой да, қай нормативті құжатта тұр десеңіз, мен тұжырымдаманы қарасаңыз көресіз. Ал енді мемлекеттік аттестацияны өткізуде қандай құжаттармен сіз жұмыс істеуіңіз керек деген сұрақ туындайды. Оны екі құжат жазып алуыңызға болады. Ол біріншісі 2022 жылы 5 желтоқсанда білім беру ұйымдарын бағалау өлшем шарттары бекітілді. Яғни Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 486 бұйрығы 5 желтоқсандағы. Осы бұйрықты қолдарыңызға алып,
ашып, ол біздің платформада нормативті құжаттар деген бөлім бар, сол жерден де алуға болады, немесе өзіңіздің нормативті құжаттар деген қолдарыңызда құжаттар болу керек, соның ішінде 486 бұйрықты тауып алыңыз керек. Осы бұйрыққа сәйкес бала бақшаларда ол түріне қарамайды, жекеменшік болсын, мемлекеттік болсын, балабақша болсын, мектеп балабақша кешені, шағын орталық болсын, мектеп алды даярлық сыныптары болсын мектепте де, осы 486 бұйрыққа сәйкес мемлекеттік аттестаттаудан өтеді. Ал екінші құжат ол осы бұйрыққа сәйкес оған дейін бұрын жасақталған өзін-өзі бағалауды ұйымдастырудағы жаңағы өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар. Яғни ол 2022 жылдың 22 желтоқсанында 27 желтоқсанда жасалды, номер 12 бұйрық. Осы екі негізгі құжаттарға сәйкес сіз мемлекеттік аттестаттауға дайындаласыздар. Енді білім беру қызметін өзін-өзі бағалау кезінде зерттеудің негізгі бағыттары мен объектілері қандай дейтін болсақ, әрине ол ең біріншісі білім беру ұйымның мақсаты, міндеттері мен құндылықтары. Сол зерделенеді, бағаланады да. Екіншісі тәрбие және оқыту. Үшіншісі білікті қызметкерлердің болуы, яғни сіз мектепке дейінгі ұйым болғаннан кейін ол жерге жаңағы білікті қызметкерлермен қамтамасыз ету негізгі талап болады. Яғни мемлекеттік бала болсын, жекеменшік балабақша болса да, сол жерде сіз міндетті түрде жаңағы педагогтармен қамтамасыз етуіңіз керек. Олардың білімі, егер ол тәрбиеші, әдіскер, балабақша меңгерушісі болса, міндетті түрде мектепке дейінгі білім болу керек. Ал басқа бағыттағы педагогтар болса, олардың өздерінің сол бағытына байланысты арнайы білімдері болу керек. Енді келесі жаңағы зерттеу негізінің бағытының бірі білім беруді қолжетімді үшін жағдай жасау. Ол дегеніміз не? Ол осы мектепке дейінгі ұйымда сіз барлық жағдай жасауыңыз керек. Ол даму мүмкіндігі шектеулі балаларға да арналған жағдайда болу керек. Мысалға, мен жеке балабақша екенмін, немесе біздің ауылда ондай балалар жоқ деген мәселе болмау керек. Барлық балабақшалар қызметін бастағанда міндетті түрде 2022 жылғы 12 қаңтардағы номер 6 бұйрығы бар, бекітілген. Ол жерде мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру, қосымша білім беру ұйымдарында психологиялық, педагогикалық қолда отыруды жаңа қағидаларын бекіту деген бұйрық бар. Сол бұйрыққа сәйкес сіздің балабақшаңызда барлық жаңағы мүмкіндіктер жасалу керек. Келесі, білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қандай қауіпсіздік десеңіз, ол барлық сіздің жылдық жоспарыңызда, мектепке дейінгі ұйымның типтік үлгісінде барлығы жасақталынған. Сонымен бірге де Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігімен және ішкі істер министрлігімен біріккен бұйрық бар қауіпсіздікті сақтау жөнінде. Ол ішкі істер министрлігінің 2019 жылғы 20 қаңтардағы 49 бұйрығы, ал оқу ағарту министрлігінің 2019 жылғы 23 қаңтардағы 32 бұйрық. Яғни 2019 жылы шыққан екі үлкен министрліктің біріккен бұйрықтары болып саналады. Бұл жерде қауіпсіздікті қалай сақтау керек нақты жазылып тұр. Мысалға, сіздер қауіпсіздікті қалай сақтайсың балабақшада? Қазіргі таңда міндетті түрде видеоға қосылу керек. Ол дейтін жаңағы облыстық оперативтік штабқа қосылу керек та. Мысалға, ол видеолардың жұмыс істеу талаптары бар. Свет өшіп қалса, олар неше сағатқа дейін жұмыс істеп тұру керек, немесе датчики движения болу керек. Ол немесе күзет болу керек та мектепке дейінгі ұйымдарда. Ал бірінші алгоритм болса, қандай жұмыстар атқарылады қауіпсіздікті сақтау десеңіз, осы бұйрықтың ішінде нақты жазылып тұрады. Енді оқыту тиімділігіне ықпал ететін материалдық техникалық база,
ол білесіздер, оның да өзінің ережесі бар. Сіз әрбір жаңа бірінші айтып отқан мысалға ұйымның мақсаты мен міндеттерін, құндылықтарын асыру үшін, жаңағы қолжетімді жағдай жасау үшін, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін міндетті түрде материалдық техникалық базаңызды жылма-жыл нығайтып отыруыңыз керек, және заман талабына сәйкес жұмысты ұйымдастыруыңыз керек болады. Енді нақты құжаттарға кетейік. Қандай құжаттарда не көрсетілген және сіз қандай құжаттарды дайындауыңыз керек? Мысалға, білім беру ұйымдарын бағалау өлшем шарттары, жаңа 486 бұйрық дедік. Оған сәйкес сіз ең бірінші бағалайтын кезең толық оқу жылы болып табылады. Яғни осы бұйрықтың ішінде жаңағы нақты жазылған. Егер де бұрында аттестация қалай өтеді десек, бұрында 5 жылда бір рет, бірақ сіз 5 жылдық құжатты ұсынатын едіңіз. Ал бүгінгі таңда бізде 3 жылдың құжатын ұсынамыз да, 3 жылдың құжаттары бойынша жаңа бағалау өлшем шарттарына сіз ұсынасыз. Ол жаңа 2 өтіп кеткен оқу жылы болады және биылғы оқу жылы болып табылады. Яғни қараңыз, мені сіз, мысалға айтайын, мен мамыр айында мемлекеттік аттестаттаудан өтуіңіз керек. Биылғы оқу жылы 2023-2024 жыл дедік. Мені осы 1 сәуірге дейін құжатыңызды ұсынасыз, және өтіп кеткен 2 жылдың құжатын ұсынасыз. Яғни 2022-2023 жыл және өтіп кеткен 2021-2022 оқу жылының құжаттарын ұсынасыз. Сонда сізде биылғы жылдың, жаңа мен мысалға келтірдім де, 1 мамырға дейін болатын болса, 1 сәуірге дейінгі құжаттарыңызды ұсынасыздар. Енді осы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда жалпы Вот если у нас 1 аттестация апреля, значит, до 1 апреля документы за этот год. Құрметті әріптестер, былай жасайық. Біз бірінші мен сіздерге айтып түсіндіріп алайын. Сіз бәрін тыңдап алыңыз. Содан кейін сұрақ қоямыз. Бүгін мемлекеттік тілде семинар өтеді. Мен сізге барлығын мемлекеттік тілде айтып түсіндіремін. Ал ертең осы уақытта орыс тілде, әдейі орыс тілді балабақшаларға немесе орыс тілді топтар бар балабақшаларға ертең осы уақытта өткіземіз. Сондықтан мен айтып жатқанда ереже бар ғой бізде, сіздер тыңдайсыздар. Мен бітіргеннен кейін сіздерге айтамын, жаңағы сұрақтарыңызды қой деген уақытта, сол уақытта сұрақтарыңызды қойып, сұраққа жауап береміз. Келістік қой сондай ережеге. Сондықтан видеоларыңызды қосып, дауыстарыңызды айырып қойсаңыздар. Енді қараңыз, белгілеп алдық, мерзімді айттық, 3 жыл зерделенеді. Енді қандай құжаттарды сіз ұсынуыңыз керек осы 3 жылдың ішінде? Бірінші, әрине, өздеріңіз білесіздер, сіздер жаңағы оқу ағарту министрлігінің бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпы міндетті стандартты бойынша жұмысыңызды ұйымдастыру керек. Екінші, тағы да сол оқу ағарту министрлігінің бекітілген үлгілік оқу жоспарыңыз дұрыс болу керек. Бұл жерде қараңыз, 21-22 оқу жылында сізде ескі стандарт кетеді, ескі оқу бағдарламасы. Ал 22-23 оқу жылында, 23 биылғы 24 оқу жылында сізде жаңа стандарт, жаңа оқу бағдарламасы. Сондықтан шатаспаңдар. Екінші, міндетті түрде оқу ағарту министрлігімен бекітілген үлгілік оқу бағдарламасы сізде зерделенеді. Бұрынғы 2 жылда сіздер міндетті түрде оқу бағдарламасы, 1 жыл ескі бағдарлама болды, соңғы 2 жылда жаңа оқу бағдарламасы болады. Тап солайынан оқу жоспарында сізде, мысалға, 1 жылда ескі біздерде әр топта бекітілген сағаттар болды да міндетті жүргізілетін. Ал соңғы жылдары бізде мысалға бекітілген сағат сандары ол тек қана дене шынықтыру, мысалға музыка, қазақ тілі, орыс тобында, қазақ тобында, мектеп алды даярлық топтарында 20 сағат бекітілді. Ал оған дейін бізде ескі бағдарлама болды. Әрине, 385 бұйрық оқу ағарту министрлігінің ол мектепке дейінгі ұйымдардың қызметінің үлгілік қағидалары. Сіздер қалай сақтап отырсыңдар, үлгілік қағидаларды қалай орындап отырсыңдар десе, осы 3-ші құжатыңыз болады. Келесі құжат
ол баланың даму мониторингі. Қалай жүріп жатыр балабақшаңызда? Яғни бұл жерде мектеп алды тәрбиеленушілердің оқу нәтижелердің болуы қаралады. Егер де сізде мысалға балабақшада мектеп алды даярлық топ болмаса, онда ересек жастағы балалардың мониторингі қаралады. Ал мектеп алды даярлық болса, мектеп алды даярлық топтың жаңағы міндетті түрде даму мониторингісі болу керек. Балалардың даму тәрбиеленушілердің даму мониторингінің бастапқы талдауы болу керек, және үлгілік оқу бағдарламасының қалай сізде меңгеріліп жатыр нәтижелері да, жетістіктері тәрбиеленушінің соның жаңа қорытындысы да болу керек, және оның талдауы да болу керек міндетті түрде. Келесі. Жаңағы ең жоғарғы оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемінің өлшем шарттары. Бұл жерде де сіздер шатаспауыңыз керек. 21-22 оқу жылында бізде оқу жаңағы жүктемесі басқа болды. Әр топтың оқу жүктемесі болды. Ал 22-23, 23-24 оқу жылдарында бізде қазір басқа жүктеме ең жоғарғы, егерде мектеп алды даярлық топ болатын болса, ол жерде 20 сағат жүктемесі бар. Ал қалған топтарда сіздер бүгінгі таңда жүктеме ол тек бекітіліп тұр, ол 3 сағат музыка, 2 сағат дене, 1 сағат қазақ тілі да топтарда. Сондықтан соны қалай сіз көрсетіп, нақты дайындап жазып беруіңіз керек. Келесі. Енді осы жұмыс сізде қай уақытта басталу керек? Мысалға қаңтарда немесе 2023 желтоқсан айында сіздің жаңа әрбір облыстарда білім саласын бақылау департаментінде мемлекеттік аттестациядан өтетін балабақшалардың тізімі бекітілді. Сол тізімде сізде нақты уақытыңыз жазылып тұр. Мен бана мысал бойынша бір балабақшаны алайын, мамырда мемлекеттік аттестациядан өтуіңіз керек. Енді қай уақытта сізде жұмыс басталады? Сіз және ол жұмыс қалай басталады десеңіз, әдістемелік нұсқаулықты мен бана айттым. Сол әдістемелік нұсқаулықтың ішінде былай көрсетілген. Мектепке дейінгі ұйымдарда өзін-өзі бағалау жүргізу үшін міндетті түрде өзін-өзі бағалау жөнінде комиссия құрылады. Яғни сіз басшы ретінде балабақшаның меңгерушісі немесе директор деп айтасыздар да, сіздер бұйрық шығарады. Ол 2 ай бұрын басталу керек. Мысалға, мамырда аттестациядан өту керек. 1 сәуірде сіздер құжаттарыңызды беруіңіз керек. Ал сіз ол жұмысты 1 ақпанда балабақшада бастап кетуіңіз керек. 2 ай бұрын директорыңыз бұйрық шығарады. Балабақшаны өзін-өзі бағалау жүргізу жөнінде. Ол комиссияға әдістемелік нұсқаулықта жазылып тұрғандай 5 адамнан кем емес жаңа комиссия құрылады. Әрине шағын балабақшалар болуы мүмкін, 1 топтық, 2 топтық, онда олар 3 адамнан комиссия құрады. Комиссияның төрағасы болып, әріптестер дауысын өшіріп қойсаңыздар, жаңағы бірінші басшысы анықталу керек. Яғни балабақшалардың аттестацияның өтуіне кім жауапты? Бірінші басшы жауапты. Ол кісі комиссия төрағасы болып тағайындалады. Енді комиссия тағайындалды, бұйрықты шығардыңыз. Енді сіз бағалау критерияларына сәйкес өзін бағалауды жүргізу жөніндегі тапсырмаларды комиссия арасында бөлесіз. Яғни міне 5 адам сізде жаңа бөлінді. Микрофондарыңызды айырып қойыңыз, әріптестер. Енді сіз жаңағы қызметтеріңізді бөліп аласыздар. Біреуді алып кеткен жоқ па? Дауыстарыңды айырып қойыңыз, әріптестер. Иә. Енді қараңыз, мемлекеттік аттестаттау алдындағы білім беру өз-өзін жаңағы мынадай кезеңдерден тұрады. Жаңа айтып кеттім. Жауқазын балабақшасы, микрофоныңызды айырыңызшы. Қараңыз, бірінші 2 ай бұрын
білім беру ұйымының өзін бағалау жөніндегі педагог кеңесті ұйымдастырды. Яғни сіз бұйрық шығардыңыз, комиссияны құрдыңыз, оларға үшінші қадамыңыз жұмысты бөліп тастадыңыз. Қандай жұмыс атқару керек енді осы жерден бөліп алайық. Яғни 2 ай бұрын жаңағы педкеңес өткізесіз. Міндетті түрде. Ол сіздің жоспарлы педкеңес болуы мүмкін. Да, сіз уже желтоқсанда көрдіңіз ғой, қай уақытта аттестациядан өтетіңіз. Ал егер педкеңесте ол сұрақ қарастырылмаған болса, Жауқазын балабақшасы микрофонды өшіріңізші. Сіз енді педкеңес өткізесіз, ол педкеңесте ұжымды толық мемлекеттік аттестаттаудан өтейін деп жатқан жөнінде таныстырасыз. Барлық педкеңеске қатыстырып, педкеңестің тақырыбына қосып, дейін деп жатқаныңызды. Келесі онлайн форматта сауалнама жүргізіледі ғой. Ол сіздің қызметкерлеріңізбен жүргізіледі, ол сіздің ата-аналарыңызбен жүргізіледі, жаңа айттық мектеп алды даярлық, немесе ересек топтың дейді. Солар туралы онлайн сауалнамаға қатысатын тізімін сіз өзіңіздің бақылау департаментіне ұсынуыңыз керек. Келесі комиссияның бағалау критерияларына сәйкес білім беру ұйымының өзін-өзі бағалаудың өткізуін бастайсыңдар. Яғни сіз оны бөлесіздер, сол педкеңесте талдап айтасыздар, енді сол жұмысты жүргізуіңіз керек. Келесі комиссияға білім беру ұйымының өзін-өзі бағалау қорытындыларын шығару және бағалау өлшемшарттардың 4-ші қосымшасы бар. Сол 4-ші қосымшаға сәйкес бағалау өлшемшарттарына өлшеуіштер бойынша қорытынды баға қоясыздар. 2 ай мысалға өз-өзін бағала бұрын бастадыңыз ғой, енді сол өз-өзін бағалаудың бәр деңгейде жүргізіп келесіздер. Қазір оны айтамыз. Келесі бөлімдер бойынша сандық және сапалық көрсеткіштерді сіздер жаңағы бағалайсыздар. Ол жаңағы әдістемелік ұсынымдарда 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші қосымшалар. Ол қосымшаларда біз сізге қазір көрсетеміз. Енді келесі бағыт, сіз осы жаңағы білім беру саласына уәкілетті орган анықтайтын көрсетілген білім беру қызметтеріне қанағаттандыру деңгейін анықтайды олар сіздерге. Сауалнама жүргізеді, мысалға. Сол сауалнаманы өткізесіздер. Ол жаңағы мектеп алды даярлық топпен өтеді. Сол уақытта сізге береді. Мектеп алды даярлық топ жоқ болса, тағы да қайталанады. Ересек тобына беріледі. Сіздің қызмет жасайтын мекемеңізде педагогтармен сауалнама жүргізіледі, және де ата-аналармен жүргізіледі. Ол сауалнаманы сізге білім департаменті береді. Сіз басында қанша адам жұмыс істейтін, қанша тәрбиеленуші бар екен сұраныста көрсеттіңіз. Келесі жұмыс. Енді қорытындысын шығаруыңыз керек қой сіз. Барлық жұмыстарды бөлдіңіз, бұйрықты жасадыңыз. Енді өз-өзіңізге баға қоясыз. Жұмысыңыздың деңгейі жаңа өз-өзіңізді бағалайсыз да. Сол 1-ші параграф бойынша мысалы бағалау критерияларын есеп құрастырасыз. Сосын сол есеп бойынша қалай бағалайсыз? Ол жаңа көрсетілді 486-ші бұйрықта. Ол жаңағы үлгілі болса 5 деген баға қойылады. Жақсы деген баға қойсаңыз 4 деген баға. Жақсартуды талап етеді десеңіз, ол 3, төмен баға қойсаңыз, ол 2 болады. Балдар бойынша есепке бағалау парағын бересіз. Яғни сіз өзіңізді бірінші бағалап, өзіңізге баға қоюыңыз керек. Одан кейін сол 4-ші қосымшасын толтырасыз. Содан кейін сіз сол қосымшаны тағы да педкеңес өткізесіз. 2-ші педкеңес болады. Бұл аттестация бойынша 2-ші педагог кеңесте осы өз-өзін бағалаудың жаңа өлшем шарттар балдарыңызды қойып шықтыңдар ғой. Соны көрсетіп, педкеңесте барлық қызметкерлерді таныстырасыздар. Және нәтижелерін, шыққан нәтижесі бойынша педкеңестен кейін балабақша меңгерушісі қамқоршылық кеңес алдында есеп береді. Яғни қамқоршылық кеңесінде хаттамасын толтырып, сіз оны көрсетуіңіз керек. Сол жұмыстың барлығы аяқталғаннан кейін, барлық жұмысыңызды өзіңіздің жаңа интернет портал деп аталып тұр ғой, сайтыңыз бар балабақшаның, сол сайтқа салып қоясыздар. Ол 1 ай бұрын жүргізуіңіз керек. Мысалға, банағы мысалмен жүрейік. Біз 1-ші мамырда мемлекеттік аттестациядан өтетін болсақ, 1-ші сәуірде порталыңызда
Өз-өзін бағалау банағы құжаттардың бәрі өтілген жөнінде сіз өзіңіздің мектепке дейінгі ұйымның сайтында орналастырып қоюыңыз тиісті. Бұл қандай жұмыстар жүргізетін болса. Енді қарайық, қандай құжатты қалай толтыруыңыз керек. Құрметті әріптестер, микрофонды айырып қойсаңыз. Міне сізге мен басында 2 құжатты көрсеттім. Бірінші құжат өзін-өзі бағалау оқу ағарту министрлігінің 486 бұйрығы. Және екінші құжат мен басында қайтадан слайдқа ең басына барайын. Міне біріншіде міне көрініп тұр ма әріптестер? Міне 486 бұйрық және әдістемелік нұсқаулық бар дедім. 12-ші бұйрығымен да 2022 жылы 27 желтоқсанда бекітілді. Міне сол әдістемелік нұсқаулықтағы қалай енді анықтама жазуыңыз керек қой сіз. Барлық жұмысты бастадыңыз, өз бағалау басталды балабақшаңызда. Міне құжатты толтырасыздар енді. Осыны көшіріп аласыз, балабақшаның атын жазасыз. Отыра берейін ба? Отыра берсем бола ма? Отырыңыз, тұрып тұрсаңыз. Сіздерге әріптестер айтып жатыр, бір ереже бар ғой біздерде, даусыңызды өшіріп қойыңыздар. Не деген мынау дейтін, осы күнге дейін әліңгі үшін үйренбедіңдер ме? Қараңыздар енді, осы жерде міне толтыра бастайсыздар. Мектепке дейінгі жалпы сипаттамасын бересіздер. Көбінесе бізде сұрақ туындайды. Біз не жазуымыз керек, анықтама қалай болу керек те. Міне осы әдістемелік ұсынымды ала отырып, өз-өзіңізді бағалау жұмысын бастайсыз. Ең бірінші мысалға атауы, орналасқан жері, мекен-жайы, қандай құжат саласыздар қасына? Заңды тұлға ретінде тіркелу туралы анықтамасын саласыз. Ол дерек сөз егов кизет электрондық үкімет порталынан алып, жаңа салып қоясыз. Келесі телефоныңыз, келесі директордың аты, келесі құқық беруші құрылтайшының құжаттары, рұқсаттама құжаттар, келесі мысалы 5-ші рұқсаттама құжаттар не деп сұрасаңыз, сіз қызмет арқылы рұқсаттама алдыңыз жұмысты бастау жөнінде. Сол құжаттаманы алып, лицензиялау деп аталады. Сіз осы ресурсқа электронды порталыңызға салып қойыңыз керек. Ары қарата кадрлық әлеуетті талдау, ол туралы қазір көрсетем. Келесі 2-ші қосымшада тұр. Қазір 2-ші қосымша болады. Ол жерде қандай мәлімет? Бана біз басында айтып кеттік та, зерделенгенде өз-өзін бағалауда педагогтардың сапалы құрамына аса назар аударылады дедік. Сіздерге көп айтады, біз білім кетіспен жұмыс істедік. Құжаттарды алдық. Бірақ біз аттестациядан өтпей қалдық деп шатастыртады. Біз сіздерге педагогтардың дипломын бермейміз. Біз педагогтарды курстан өткізбейміз. Педагогтардың аттестация өтуін біз бақылай алмаймыз. Ол жұмыстарды сіздер жүргізуіңіз керек. Осы жерде қалай сіздің педагогтарыңызды қандай дипломы бар, немесе ол курстан қашан өтті деген. Сіз мына әрине 2-ші қосымшаны толтырасыз. Сонымен бірге бақылау департаменті ұлттық деректер базасына кіріп, мысалға менің фамилиям Темірғалиева, Темірғалиева Светлана деп қарап, менің дипломымды қай уақытта алған, қашан курстан өттім, қашан категориямды қайтадан дәлелдедім, соны ұлттық деректер базасынан қарайды. Сондықтан ең бірінші мына құжатты толтырудың алдында әріптестер жазып алыңыздар. Сіздер ұлттық деректер базасын дұрыс толтыруын бақылауға алуыңыз керек. Сол жердегі мәліметтерді 2-ші қосымшаға салуыңыз керек. Түсіндіңдер ғой? Ұлттық дерек, егер де сіз қосымшада мен декретте отырмын, ал НОБД-да мен жұмыс жасап жатсам, сіз аттестациядан өте алмайсыздар. Яғни сіз қате жаңағы есеп беріп отырған болып саналады. Немесе сіз мені мында жазып қойдыңыздар 2-ші қосымшада курстан 23-ші жылы өттім, бірақ ұлттық деректер базасында курстан өткен жөнінде менің құжатым болмаса, онда қайтадан жаңағы бақылау департаменттің комиссиясы жазып береді, курстан өткен жөнінде ұлттық деректер базасында құжаты жоқ деп. Сондықтан осы жерде барлық беріп отқан сіздердің мәліметтеріңіз ұлттық деректер базасын мұқият толтырып алып, содан кейін осы 2-ші қосымшаға көшуіңіз керек. Келесі оқу әдістемелік жұмыс мына жерде.
қандай жұмыс сіздер жүргізіп жатсыздар, неге сәйкес жүргізіп жатсыздар да? Бана айтып кеттік, бағаланатын жаңа кезең 3 жыл дедік. 2 өтіп кеткен оқу жылы және 3-ші қазір жұмыс істеп жатсыздар. Жыл жаңа өз-өзін бағалау оқу жылымен өтеді. Яғни балабақшада жыл 1 қыркүйекте басталады, 31 мамырда аяқталады. Бірақ 1 маусым мен 31 тамыз аралығында жазғы сауықтыру шаралары жоспары бар. Сондықтан сіз міндетті түрде оны көрсетуіңіз керек. Жазғы және де ерекше қажеттілігі бар балалар болса, балабақшаңызда бекітілген жеке оқу жоспарлары міндетті түрде болу керек. Бағаланатын жаңа кезең үшін ұйымдастырылған іс-әрекетті перспективалы жоспары циклограммасы міндетті түрде болу керек. Біздің платформада біз оны тұтас беріп отырық. Перспективалы жоспар стандартқа оқу бағдарламасына сәйкес жазылған, ал циклограмманы жас маман қалай жазу керек деген үлкен жазылған циклограмманы да беріп отырық. Сіздер оны алып өздеріңізге, мөлшеріңізге қарай, әрбір өнердің, әрбір облыстың, әрбір ауданның, әрбір балабақшаның өзінің ерекшелігі бар. Ол жылдық жоспардың ішіндегі жоспардың негізгі мақсатына, міндетіне, ол жердің ауа райы басқа, ол жерде салт дәстүрі басқа, ол жердегі құндылықтар отбасындағы соны ескере отырып, циклограмманы өз топтарыңызға сәйкес бейімделуіңіз керек. Біздегіні алып, көшіріп алып, салып алып отыр емес. Ол жерде Дәуреннің мамасымен сөйлесу керек, Сәбиттің әкесімен сөйлесу керек, Асылзаданың әжесімен сөйлесу керек. Сол балалардың аттары жазылып тұру керек ол циклограммада. Сондықтан мен 4-ші бағытта осы жұмыстарың зерделенеді, бірақ тағы да қайталанып кетем. Біздің платформада стандарт оқу бағдарламасы, типтік оқу жоспары, перспективалық жоспар, циклограмма жасақталған. Оқу материалдық активтер дейді. Бұл жерде не қаралады? Бұл жерде 4-ші қосымшаға сәйкес сіздер қандай жаңағы оқу құралдарын алып отырсыздар. Балабақшада көбінесе былай болады да, мысалға түрлі заттар аласыздар. Түрлі әдістемелік кешендер аласыздар өздеріңіз. Немесе ата-аналарыңызға айтасыздар, олар сіздерге алып келеді, мысалға. Дұрыс. Солай да болу керек болар. Балабақшаларда қаражат бөлінбейді, немесе жеке балабақшалары бар. Бірақ сіз сол заттарды алардың алдында қандай нормативке сәйкес балабақша жұмыс істейді? Қай типтік ереженің ішінде балабақшаның жабдықталуына не жазылған? Қандай болу керек талаптары, немесе санитарлық эпидемиологиялық талаптар бар. Сол талаптарға сәйкес сіз алуыңыз керек. Сондықтан алғаннан кейін, немесе ата-аналар алып берсе де сіз қабылдап алу актын жасауыңыз керек. Сол 4-ші қосымшаны толтырғанда міндетті түрде балабақшада жаңа үлгілік қағидаларды сақтау үшін, балабақшадағы типтік ережені сақтау үшін, балабақшадағы балаларға ортаны қалыптастыру үшін қандай құрал жабдықтар алдыңдар, және олар талапқа сәйкес келе ме деген сұрақты осы жерде сіздер бересіздер. Ол жерде оны немен дәлелдейсіздер? Бухгалтерлік есептер, немесе балабақшаға қабылдап алған жаңағы анықтамаларыңызды жаңа салып тіркеуіңіз керек. Ал егер де мемлекеттік балабақша болса, міндетті түрде сізде бухгалтерияда есептілік деректер, накладной, расходный, приходный ордерларыңыз болады. Соған сәйкес сіз соны көрсетуіңіз керек. Яғни қалай жабдықтауыңыз керек? Міндетті түрде бүгінгі таңда 137-ші үкіметтің қаулысына сәйкес баланың бәр қызметі ойын. Сондықтан бүгінгі таңда балабақшада ойын орталықтары болу керек. Ойыншықтар болу керек. Сондықтан сіз сол бағытта жұмыстарды бірінші орынға қоя отырып, сол бағытта жұмыстануыңыз керек. Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры дейді. Міне қараңыздар. Ақпараттық ресурстар, кітапхана қоры дейді. Қандай ақпараттық ресурстар сіздер пайдаланып жатсыздар? Міне сіз айтуыңызға болады, білім китс деген ақпараттық ресурсты пайдаланып отырық деп. Немесе 4-ші қосымшада сіздерден сұрайды, қандай оқу әдістемелік кешендерді сіздер сатып алып отырсыздар? Оқу әдістемелік кешендері ода оқу ағарту министрлігінің бұйрығымен бекітіледі.
Яғни балабақшада пайдаланып отқан оқу әдістемелік кешендер міндетті түрде 216 бұйрықпен бекітілген болу керек. Рұқсат етілуге берілген оқу әдістемелік кешендер. Біздің платформа мысалға соның ішіне кіреді. Біздерге рұқсат беріп отыр оқу ағарту министрлігі. Рұқсаттамасына кіре отырып, біз бүгінгі таңда сіздерге бана әндерді көрсеттік та, ертегілерді көрсеттік мысалға. Соның барлығы оқу ағарту министрінің сараптамасынан өтіп отыр. Енді ең күрделісі келе жатыр. Тәрбиеленушілердің білімін бағалау дейді. Сіз білесіздер, сізбен біздің атқарып отқан қызметіміз мемлекеттік қызмет дейді. Яғни балабақшаға жеке меншік болсын, бұл мемлекеттік болсын, балдарды қабылдап алғаннан кейін бұл мемлекеттік қызмет болып саналады. Яғни мектепке дейінгі ұйымға біз баланы қабылдап алдық, келісім шарт жасадық 93-ші бұйрықпен де оқу ағарту министрлігімен. Енді біздің қызметіміз басталды. Сол қызметтің бағасын біз не арқылы көре аламыз? Ол мына балалардың мониторингі деп айтаймыз. Немесе 130-ші бұйрығы министрліктің, немесе қазіргі таңда ол 382-ші бұйрықпен өзгерістер енгізілді. Міндетті 3 құжат жүргізуіміз керек. Бірінші перспективалық жоспар, екінші циклограмма, Асима өшіріп қойшы микрофоныңды. Үшінші баланың жеке даму картасы, немесе мониторинг жүргізуіміз керек. Міне сол мониторингтің бағалау осы жерде бізде қарастырылады. Яғни балабақшада мониторингтің бастапқысы, аралығы, немесе бана сіз мониторинг осы оқу бағдарламасы нәтижелерінің болуы және талдануы. Яғни сіз барлық қалай өткізіп жатсыздар, аралықта қандай бастапқы болды, қорытынды қандай нәтижеге келдіңдер деген мониторингті бересіздер. Ол мониторингті қалай өткізуге болады? Қазір менің әріптесім Алия ханым сізге біздің платформада мониторинг қалай жүргізілетіні туралы айтып көрсетеді. Келесі, енді осыдан кейін міне аяқтап келе жатыр, өзіңізді жаңағыдай бағалайсыз. Кемшіліктер болса ескертулер, олардың шешу жолдарын жазасыздар және қорытынды ұсыныстарды бересіздер. Мысалы, қандай сізде кемшілік болуы мүмкін? Алдында бір анықтамаларды оқысам, балабақшалардың жазған, өздері кемшіліктерін өздерің жазып қойып жазып қойған материалдық техникалық база өте төмен деп. Ондай өзіңіз төменде отырсаңыз, сіз аттестациядан өтпейсіз ғой? Сізді бірден айтады, материалдық техникалық базы төмен, сол себептен аттестацияны өтпейді дейді. Сізде қандай кемшілік болуы мүмкін? Сізде мысалға педагогтардың санаты төмен болуы мүмкін, да? Бірақ сіз қазіргі таңда пайыздық банағы негізгі индикатор көрсеткіштерін көтеріп отырсыздар. Бірақ сіз күшті балабақша болыңыз керек, авторлық балабақша, немесе жобамен жұмыс істейтін, немесе STEM балабақшаға ауысқыңыз келеді. Осы жерде сол бағытта жұмысыңызды, алда жоспарлап отқаныңызды, сол бағытта жұмыс ұйымдастырайын деп отқан жеріңізде көрсетуге болады. Және өзіңіздің ұсыныстарыңызды жаңағы бересіздер. Енді қарайық, жаңағы әдістемелік ұсынымдардағы қосымшалар қалай толтыруымыз керек. Міне, екінші қосымшаны алдыңызға көрсетіп отырық. Бұл жерде педагог кадрымен жасақталғандығы туралы мәлімет. Яғни айтам тағы да, құрметті әріптестер, ұлттық деректер базасы бар ғой сізде. Сол ұлттық деректегі базаға сәйкес мына қосымша толтыру керек. Яғни бұл жерде тоқтап айтпайын, бәріңізге танымал кесте деп ойлаймын, бірақ соны ертең зерделенгенде сіздің берген мәлімет интернет ресурсқа алып қоясыз ғой, осыны жүктейсіз сайтыңызға. Және ұлттық деректер базасында тұрған мәлімет сәйкес келу керек. Яғни сізде балабақшада 50 педагог болса, 50 педагог ұлттық деректер базасында да тұру керек. Олардың 45-інің мектепке дейінгі білімі болса, сол ұлттық деректерде сол тұру керек. 50 педагогтың 25-інің мысалға педагог зерттеуші санаты болса, сол 25-і де ұлттық деректер базасында тұру керек. Нақты осылай өздеріңіз ашып қараңыз. Тәрбиеленушілер контингенті құрылымы. Бұда сіз жаңа бір ай бұрын бересіздер да, мысалға бірінші айтып атыр, сәуірде беруіміз керек, немесе бірінші ақпанда беруіміз керек. Сол уақыттағы ұлттық деректер базасымен жылдың басындағы сол уақыттағы нақты балалар санын көрсетіп дұрыс толтыруыңыз керек. Енді жабдықтар мен жиһаздар, бана мен айтып кеттім. 70-ші бұйрықты қараңыз, ол жерде
балабақшада не болу керек? Көрсетілген мысалға әр топта қанша ойыншық болу керек, кукла қанша болу керек, машина қанша болу керек деп та. Соған сәйкес сіздер не істеп отырсыздар жылына? 3 жылда не алдыңыз мына жерге толтырып? Соны көрсете отырып, сонымен бірге жүк қағаздарын, жаңа приходный, расходный, есеп кітап па балабақшаның ата-аналарының алып берген болса, ата-аналардан қабылдап алған акты, соны осы жаңағы мына қосымшаның артына, 4-ші қосымшаның артына соның бәрін сканерлеп тіркеп қоюыңыз керек. Енді қараңыз, бетке не істемін айттым ғой, сіз немесе жаңағы аяқталды өзін-өзі бағалауда 100% бестік бағала алу үшін бірінші бағалау өлшем шарты тиістік бейіні жоғары жаңа педагогикалық білімі немесе қайта даярлауды растайтын құжаты бар педагогтар үлесі. Бұл жерде неге маңызды көңіл бөлу керек? Мысалға, мен математика пәнінің мұғалімімін. Бірақ мен балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істеп жүрмін. Менің педагогикалық білімім бар. Бірақ екінші сұрақ, мен тәрбиеші болып істеп отырғасын, менің математика пәні мұғалімім ретінде диплом санала ма осы жерде? Құрметті әріптестер, қалай ойлайсыздар? Әрине, ертең ол кемшілік болып саналады. Сондықтан сіз міндетті түрде сондай педагог болса, сіз аттестаттау графигін көріп отырсыз, міндетті түрде қайта даярлау курсынан өтуім керек. Арнайы қайта даярлау. Ол ана білім жетілдіру курсынан деп отқан жоқпын. Білім жетілдіру әр 3 жыл сайын біз білімізді жетілдіріп отыруымыз керек. Әр педагог қай жерде жұмыс жасаса да. Ал егер мен математик, бірақ тәрбиеші болып жұмыс істеп отырсам, мен қайта даярлау курсынан өтуім керек. Сонда сіз 100%-ға шыға аласыздар. Түсінікті ғой. 338-ші жаңағы бұйрық бар. Ол жерде Қоюға бола ма, кешіріңіз? мен аяқтап болғасын қоямыз деп келістік қой жаңа. Тынышталайықшы. Мен болғасын барлық сұрақтарыңызға жауап берем. Құрметті әріптестер, шатасып кетпеу үшін мен сізге дұрыс түсіндіруім керекпін ғой. Осы жерде мысалға 338-ші жаңағы лауазымдық міндеттерге нұсқаулығы бар да. Мысалға мен меңгеруші болсам, маған қандай талап қойылады, әдіскер болсам қандай талап қойылады, тәрбиеші болсам қандай талап қойылады, дефектолог болсам қандай білім болу керек та. Соның барлығы 100% болу үшін сіз құжат, мысалға мен дефектолог болсам, мысалға мүмкін мен мамандығым педагог, психолог болар. Бірақ мен дефектологтан қайта даярлау курсынан міндетті түрде өтуім керек. Сонда сіз 100%. Міне сіз енді содан кейін бағалайсыз. Қарайсыз, егерде 100% қамтылған болса, педагогтармен 5-тік баға қоясыз. Егерде 95-99 болса, ол 4-тік баға болады. Енді одан төмен болса, әрине 3-тік. Ал 80-нен төмен болса, ол 2-лік баға, онда сіз аттестацияны өте алмайды деген. Ол 80-нен төмен болса, ол қиын сұрақтар болады. Келесі санаты бойынша. Ол жерде де санатыңызға талаптар бекітілген, оны да нормативті құжатты қарап шығыңыз. Балабақша меңгеруші ретінде сіздің санатыңыз болу керек, әдіскердің санаты болу керек, әдіскер ретінде, және әрбір педагогтың өзінің санаты болу керек. Келесі 3 жылда 1 рет курстан өту керексіздер. Осы жылға дейін білесіздер, былтырғы 2 жылдан бері өзгерістер енгізілді. Сіздер қарап шығып, сіздің мысалға барлық жаңа қайтадан 50 педагог болса, сол 50 педагог 3 жылдың ішінде міндетті түрде курстан өтіп отыру керек. Сол бойынша сіздің құжаттарыңыз болу керек. Келесі білім беру жаңа 70-ші бұйрыққа сәйкес бұл бана жиһаз, жабдықтар айтып кеттім ғой. Не болу керек? Әр топта 25 балаға арналған ересек тобы болса, сол ересек топтан қандай жиһаз, жабдық болу керек, соны көрсетесіздер. Келесі ерекше білім беруді қажет ететін балдарға 6-шы бұйрық бар. Бана басында мен айтып кеттім, қандай талап қойылады. Ондай бала болса, оқу бағдарламасы болу керек. Ол бір оқу бағдарламасына сәйкес жоспары болу керек. Ол топта жұмыс істейтін тәрбиешіге дейін осы бағдарлама қамтитын сондай балдармен жұмыс істейтін курстан өту керек. Ол өзі тәрбиеші болу курстан өтіп отыру керек. Және де тобында ерекше білімі бар бала болса, ол сол баламен жұмыс істеу үшін сондай сол курстан өту керек. Келесі
216 бұйрық мен айтып кеттім, оқу әдістемелік кешендер. Сіздер ата-аналар алып келген немесе өздерінің сатып алған кешендер емес, 216 бұйрықтың ішінде тізімде бар кешендерді көрсетуіңіз керек. Көбінесе аттестациядан өтпей қалатын сол, ол басқа кешендерді салып қоясыңдар. Жас топтардың толықтырылуы сәйкестігі, яғни сіз жас топтар білесіздер де, кіші топ бар, ортаңғы ересек дайындық топ. Сол топтарға сәйкес жас топтар сізде толықтырылу керек. Егер де сізде аралас топ болғанның өзінде де, мысалға, ол қандай топ? Аралас топтың ішінде ортаңғы топта 5 бала, ересек топта 10 бала деп нақты осы жерлеріңіз топ-топпен. Бірақ ол аралас топ болады. Бірақ ол аралас топта 2 жас болғасын, оның 2 перспективалық жоспары болады. Ол 2 топқа аралас жазылған циклограммы болады. Ол аралас топ болса да мониторинг бәрібір жүреді. Мониторинг жас ерекшелігіне сәйкес жүру керек. Келесі бағыт ата-аналардың сауалнама нәтижелерін талдау. Яғни сіздің ата-аналармен қарым-қатынасыңыз қандай? Қандай жұмысты сіз жақсы жүргізіп жатсыз? Ол да осы сауалнама кезінде қарастырылады. Және де педагогтармен жүрген сауалнаманы да бұл жерде ескеру керек. Педагогтарда балабақшада жұмыс қалай жүргіп жатқан бойынша жаңағы олар айтады. Мін банағы бағалау парағы, мен сізге айтып кеттім да, бағалау өлшем шарттары, мысалы, бейіні бойынша жазасыз, бағалау өлшем шарты, мына ол 100% және 100% болса, сіздің балыңыз 5 болады. Келесі тәрбиешілер туралы, мына бағалау өлшем шарты ғой, мына таблицасы, ол мына жерде сіздерде тұр, міне бағалау өлшем шарты. Аз көрсетейін, тағы да бір рет. Міне, осыны басын аласыз, мына жағын қалтырасыз да, өлшем шарттың тек енді сізде 100% болсаңыз, ол 5 болады. Мысалға, сізде 95-те 99 болса, ол 4 деген баға болады, санатын санап шығарасыз ғой. Ол осы жерде бәрі толтырылады, балалардың жалпы сомасы шығады, және сіз өзіңізді осы шыққан бағалау өлшем шартына байланысты, сіз өзіңіздің, мысалға, осы үлгілі, әлде үлгілі емес па, мысалға, осы бойынша бағалап, мына жерде қолыңызды қойып, педагог кеңесте таныстырып, қамқоршылық кеңес мүшелеріне таныстырып, жұмысыңызды аяқтап, өзіңіздің интернет порталыңызға, яғни сайтыңызға салып қоясыздар. Құрметті әріптестер, осы бүгінгі біздің таныстырылымда жүргізілген, яғни қандай құжатпен жүргізіледі, қалай жүргізіледі, қандай құжаттарды сіз көрсетуіңіз керек, қалай оны дұрыс толтыруыңыз керек деген бағытта түсіндіруді айттым. Енді өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар, әріптестер. Жаңа қойын деп жатыр едіңдер осы сұрақтар. Ибрагимова, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Жұлдызай бөбекжайы. Педагог ассистенттің қандай құжаттары қаралады? Педагог ассистенттің 338-ші талаптары бар ғой, негізгі талаптары. Сол жерде әрбір педагогтың қандай қызмет атқару керек екені жазылып тұр. Сол қызметіне сәйкес құжаттары тексеріледі. Ол жаңа ассистент тәрбиешінің даму мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетеді ғой. Дұрыс па, Рауан? Мен сен дұрыс түсініп отырмын ба? Дұрыс. Сол жерде, мысалға, қазір мен сізге біздің портал, біздің нені ашайын, құрметті әріптестер, цифрлық платформаның аты Білім Kids, біздің телефондарымыз 77 344 95-95. Енді қазір сіздердің алдарыңызда әдістемелік кабинет, міне ол мемлекеттік тілде де бар бізде, орыс тілде де бар да, мен қазір оқу тілін ауыстырайын. Қазақ тілінде ашайын сіздерге, әдістемелік кабинет деп аталады. Сол әдістемелік кабинетте біз осының бәрін... Қазақша ашылды ма, әріптестер?
әдістемелік кабинетке міне кірсеңіздер, бұл жерде барлық меңгеруші құжаттар деген бөлім тұр. Міне әріптестер, меңгерушінің құжаттарының ішінде біз осы лауазымдылық нұсқаулықтарды салып қойдық. Әрбір қызметкерге тек қана бұл жерде ассистенттің нұсқаулығы жоқ, ертең енді жүктеп қоярмыз. Бұл жерде лауазымдылық бекітіліп тұр. Сол лауазымдылықтың ішінде мысалға әрбір педагог қандай құжаттарды жүргізу керек, көмектесу ретінде мысалға біз барлық мамандар бар. Жаңа сіздер бір бала келді, оның сіздің анықтадыңыз, оның қандай жаңа маман онымен жұмыс істеу керек екені сіз бекіттіңіз да. Содан кейін әрине сізде сұрақ туындайды. Қай маман онымен жұмыс істеу керек? Мысалға мамандардың перспективалық жоспарлары бар. Біздер қазір дефектолог, логопед, тифлопедагогтардың құжаттарын дайындап қойдық. Сол жерде әр осы мамандар бойынша құжаттарын қарай алады педагогтер. Қазір мен сіздерге ашып көрсетіп жүрейін, қандай құжаттар бар екен. Мысалға мынадай бөлім бар. Біздің платформаны танымайтын, бұрын кірмеген әріптестеріміз отырған болар. Сондықтан қараңыздар, мені түрлі жаңағы нормативті құжаттар бар. Сол нормативті құжаттардың ішінде бізде барлық түрлі бағыттағы жұмыстар жүргізілген. Көрсетіп отырық. Сол жерде қарасаңыз, міне арнайы және инклюзивті білім беру нормативті құқықтық базасы бар. Бұл жерде база, мысалға сонымен бірге арнаулы мамандарға біз жаңағы бұрында бізде толық болған жоқ қой, дефектологтың, логопедтің, тифлопедагогтың да, солардың да қазір біз құжаттарын жүктеп қойдық. Яғни сіз осы жерге кіріп, мені қараңыз, Рауана, логопедия бойынша, мысалға арнаулы ассистент логопед баламен жұмыс істену керек, ол жерде логопед жұмыс істеу керек қой. Сол бірге логопедпен бірге отырып, олар құжаттарын дайындап алу керек. Ол балдардың бірінші сөйлеу картасы ма, фонетикалық фонематиялық жетіспеушілігі бойынша ма, немесе сөйлеуінде күрделі бұзылыстар бар балалар ма. Картасын жасақтау керек, сол картаға сосын жұмыс түрін көрсету керек. Ол үшін бірнеше деңгейде бар. Сол деңгейлерін анықтап алғаннан кейін жеке жаңа бағдарламасы жасақталады ол баламен. Сол жеке бағдарламасында қандай жұмыс жасау керегін көрсетіліп тұрады. Яғни ассистент содан кейін тәрбиеші топта жұмыс істеп отқанда ассистент сол баламен қасында отырып жаңа логопедтің берген картаға байланысты өзінің деңгейіне сәйкес жұмысты ұйымдастырады. Қазір менде құттай жүктеліп жатыр, кішкене уақыт алады әріптестер. Қазір ашып көрсетемін мысалы. Мына жерде мысалы көріңізге болады, міне жеке бағдар бірінші деңгейдегі мысалға жаңа баламен түзету, дамыту жұмысы жеке бағдар үлгісін қойып қойдық. Қандай жұмыс жүргізілу керек әр жаңа баламен. Бірақ бұл жерде ол баланың жеке даму жасақталу керек. Баланы қандай әр балаға бөлек-бөлек жеке бағдар жасақталады. Да, Рауана, есіңде ме, кезінде прокуратура бізден тексеріп жүрді ғой, әр балаға қандай сіздер даму картасын жасап жатсыздар, оның жаңағы жеке бағдары қандай деген, осындай бағытта жасадық. Бұндай бірнеше түрлері бар. Оны сіздер сол біздің платформаға кіргенде көре аласыздар. Рахмет көп. Ол ішінде көп, осыны ашып отырсаңыздар, міне логопедтің, дефектологтың демонстрация экраны. Ішінде жаңағы әр маманға байланысты сіздер оның барлығын көре аласыздар. Міне көрініп тұр ғой, логопед, психолог, дефектолог, тифлопедагог. Әрине ассистент осы мамандармен бірлесе жұмыс істеп отырады, және сол топтағы тәрбиешімен дейді. Тәрбиешінің де циклограммасы бар ғой. Сол жерде сол бір циклограмма жазады олар барлығы да. Бірақ ассистент сол жаңағы қай баланы сопровождать етіп отыр диагнозымен, сол баламен жеке жұмысты ұйымдастырады. Тағы да әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар?
бана сұрақ қоямыз деп жатыр едіңдер ғой. Енді онда біліктіліктер мен дағдылар мониторингіне тоқтайтын болсақ, мен әріптесім Алия ханымға сөз бергім келіп отыр. Мониторинг біздің платформада қалай жүргізіледі? Енді мониторинг жүргізу өте жеңіл. Ол үшін не істеуіңіз керек? Сол сұрақтарға қазір айтамыз, жауап береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Қазір мен сіздерге мониторинг бойынша көрсетіп өтемін. Мінекей мониторингті өткізу, ол барлық қызметкерлерге балабақшаның өте маңызды. Себебі әр баланың мазмұнды, үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын қаншалықты меңгерді, соның пайыз көрсеткішін шығарамыз. Ендеше қазір ары қарай жалғастырайық. Мінекей педагог ретінде мен өзімнің логин пароль арқылы кірдім. Яғни мен Самұрық деген топтың тәрбиешісімін, мысалға. Осы жерде менде ұлттық деректерге байланысты тізім енгізілген. Енді мысалға Айдар Айланы деген баланы таңдайтын болсақ, осы жерде бізде 5 дағды бойынша шығады. Осы 5 дағдының біреуін таңдаймыз. Мысалға коммуникативті дағдылар дамыту бізде толтырылмаған. Яғни осы критерийдің 3 индикаторын біреуін таңдаймыз. Мысалға, ересектердің сөзін тыңдайды және түсінеді. Тыңдайды деп таңдадық. Ары қарай мысалға барлығын белгілеп шығамыз. Егер де мысалға біреуін белгілемей кететін болсақ, бізге жүйе өзі уведомление дейміз ғой, ескерту береді. Мысалға, мінекей бізде қызыл белгімен белгіленіп тұр, қате деп тұр. Яғни біз ұмытпауымыз қажет әрбір критерийдің индикаторын белгілеуді. Енді сақтау батырмасын басқаннан кейін бір платформа бірден жаңағыдай пайыз көрсеткіштерін шығарады. Осылайша барлық дағдылардың барлық индикаторларын теріп, оларды көрсетіп шығасыздар. Мінекей аралық мониторинг бізде толтырылды. Осылайша, алдағы уақытта енді бізде қорытынды мониторингті, яғни Excel таблицасын толтырмай-ақ, осы біздің функционал арқылы толтырсаңыздар болады. Ол бізде Excel-де жүктеу батырмасы бар, мүмкіндігі бар. Excel форматын жүктесеңіздер, бірден сіздердің рабочий столдарыңызға ол жүктеледі. Яғни бұл Excel таблица, балалар ерте дамыту институты ұсынып отырған таблица. Тек сіздер оны біздің конструкция арқылы толтырасыздар. Ары қарай, енді біз меңгеруші, яғни балабақшаның меңгерушісі ретінде кірейік. Мысалға, мен қандайда бір балабақшаның әдіскері немесе меңгерушісімін. Өзімнің логин паролім арқылы кірдім. Менде 2 топ, мысалға, 2 жастан бастап, Самұрық және Бәйтерек тобы. Яғни мен осы тексеремін. Самұрық тобының тәрбиешісі барлық балаларды белгілеп шықты ма, мониторинг толтырып шықты ма, тексеремін, ары қарай растаймын. Сол сияқты, егер расталмаған болса, сіздер расталмаған деп шықтырды. Осындай жүйені, осындай пайыз көрсеткіштерінің барлығын жалпы жиынтық есепті аудандық білім басқармасы және облыстық білім басқармасы қарап көре алады. Осылайша, яғни сізде мониторинг дұрыс тапсырылады. Әйтпесе бізде мониторингті тексерген кезде көбіне чаттарға, басқа чаттарға жазып жатады басқа педагогтеріміз. Маған мониторингті кім толтырып береді, немесе кім толтыра алады, Excel таблицасын мен білмеймін, түсінбеймін деген сияқты түрлі сөздер болып жатады. Сол себепті де біз осы жүйені ойлап тауып енгізген болатынбыз. Бұл үлкен мүмкіндікті береді. Балабақшаңыздың аттестациядан, яғни осы мониторингтің дұрыс болу керек. Сол арқылы сіздер аттестациядан ғана өте аласыздар. Осы мониторинг бойынша әдістемелік кабинетпен таныстырып көрсетіп шықтық. Бұл жерде де сіздің аттестациядан өтуге бірден бір себеп беретін, бұл
сіздер құжаттарды дұрыс рәсімдеулеріңіз. Сол себепті біздің құжаттарды алып отырып, жаңағыдай өздеріңіздің жұмыстарыңызды жүйелетіп жасасаңыздар болады. Ең бастысы әріптестер, барлық құжаттар нормативтік бұйрықтарға сәйкес, нормативтік құжаттарға сәйкес жасақталған. Яғни, мысалы, перспективалық жоспарға келіп тоқталатын болсақ, әріптестер, сіздер білесіздер, перспектива жоспар міндетті түрде типтік оқу бағдарламасына сәйкес. Яғни, типтік оқу бағдарламасында мақсат міндеттер 9 айға бөлініп, әр топтың перспективалық жоспары жасақталған. Мысалға, әдіскердің жылдық циклограммасы, яғни әдіскер қандай жұмысты жасау керек екенін көрсететін болсақ, мына жерде 2 жыл әдіскердің әр айға жаңағы оның жұмыс жоспары нақты жасалып тұр. Не істеу керек деген сұрақ туындайтын болса, оны осы жерден таба алады. Немесе әдіскер қандай құжаттарды жүргізу керек десе де, мысалға, осы меңгерушіде қандай құжаттар болу керек десе, меңгерушінің қандай бұйрықтары болу керек та, мысалға, қандай талап, біліктіліктеріне, бухгалтерге қандай талап қойылады десе, оның қандай лауазымдық нұсқаулығы бар десе, осы жерде тұрады, және балабақша меңгерушісіне де жұмысын атқару үшін циклограммада жасақталып тұр. Яғни, алгоритм, әр қадамның алгоритмі жасалып тұр. Қай уақытта, мысалы, бүгінгі таңда үлкен мәселе балабақшалардағы қауіпсіздікті сақтау, үлкен мәселе да. Балабақшада аттестация өту, ол да үлкен мәселе. Қандай құжаттар жүргізу керек, қалай жүргізу керек, немесе қауіпсіздік сақтауда кім неге үшін жауапты, балабақша меңгерушісіне үшін жауапты. Ең бірінші барлық осы құжаттардың жүргізілуіне, дұрыс жүргізілуіне және қауіпсіздік сақтауына басшы жауапты. Сондықтан басшы бәрін біліп отыру керек. Ол білу үшін біз оған арнайы, ұмытып кетпеу үшін циклограмм жасақтап қойдық. Әр айда, әр аптада қай бұйрықты бақылауда ұстап отырады, қай жұмысты жүргізіп отырады деген сұрақтарды қойып отыр. Немесе педагогтарға жаңа мониторингін жасап бердік. Енді педагогтар көрдіңіздер да, бояу отырмайды. 30%, 40%, или 40-та 2 шығып тұр, 40-та 8 шығарым керек те, нақты жұмысының тиісті көрсеткішін көрсетіп тұрады. Басын қатырмайды, бірден білікпен дағдылар мониторингісін әдіскер көріп отырады, меңгеруші көріп отырады. Сол уақытта білім басқармасы қосылса, біздің чатқа білім басқармасы да тікелей көріп отырады. Сондықтан сіздерге арналған нәрсе, біздер әдістемелік семинар ұйымдастырамыз. Әдістемелік семинарда өзекті тақырыптарды қарастырамыз. Сізге қандай тақырыпта семинарлар керек болса, осы чатқа жазуға болады. Қандай тақырып сізге керек, сол бағытта жаңа чатқа ұсыныс білдіруге болады. Ал бізге қосылған балабақшаларға әдістемелік сүйемелдеу, әдістемелік қолдау жасаймыз толыққанды. Тағы да әріптестер сұрақтарыңыз болса. Мана сұрақ қойып жатыр едіңдер ғой. Жақын арада аттестациядан өтетін балабақшалар бар ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біз мамыр айында өтеді екенбіз. Маған 2 жыл болды жұмыс істегеніме. 21-22 жылдары мен жұмыс істеген жоқпын. Сол жылдағы документтерді, құжаттарды менен сұрауға міндетті ме басшылық? Әрине міндетті. Барлығы сіз бір ай келіп жұмыс істесеңізде де 486 бұйрық, мен бана сізге басында айттым ғой, 486 бұйрықтың ішінде сізде қандай құжаттар, өз-өзіңіз, бірінші сізден қараңыз, сіз өз-өзіңізді бағалау жүргізесіз. Сізге дейін балабақша болса, оның құжаттары болу керекті. Сізден ол сұранылады. Біздің платформаға жазылыңыз, бізде 21-22 оқу жылдың барлық құжаттары бар ғой, жылдық жоспар бар, перспектива бар, циклограмма бар. Сондықтан сізге аттестацияда жеңіл болады. Біз сондықтан ғой биылғы жылдықын беріп отырық, жазылған балабақшаларға 2 жылдық құжаттарын да беріп отырмыз. Жарайды, рахмет. Презентация жіберіңізші дейді. Презентацияны біздіңге жазылған балабақшалар болса, мында бізде аттестация деген бөлімі бар, мені қарасаңыз болады, көрініп тұр. Сол аттестация бөлімінде біз осы презентацияны салып қоямыз. Яғни бізге жазылған балабақшаларға біздер осы презентацияны береміз. Бұлай біздер презентация жібермейміз. Бізге жазылған балабақшаларға береміз.
Онда чаттарда тағы сұрақтар бар екен. Аралас топтағы циклорама қалай жүргіземіз, тақырыпты қарастырсаңыз дейді. Бұл бізде тақырып бойынша вебинар өтілген. YouTube каналына кіріп, білім кетсінде кезеттеп жазатын болсаңыздар, біздің барлық вебинарларымыз бар. Осы тақырыпты біз қозғаған болатынбыз. Аралас топтағы циклорама деп. Так, келесі сұрағымыз, қалай жазылуға болады сізге дейді. Ол үшін телефон нөміріңізді Аймира қалдырып кетіңіз. Біздің сату менеджерлеріміз сізге хабарласып, барлық жазылым бойынша барлығын түсіндіріп береді. Так, сәлеметсіз бе? Бізде аттестация қазан айында қай жылдардың құжаттарын тапсырамыз дейді. Қазан айында болса, қараңыз, сіз 2 ай бұрын өз-өзін бағалауды бастайсыз. Мен жаңа семинар кешіп қосылған боларсыз, мүмкін семинардың барысында айттым, 486 бұйрыққа сәйкес өтіп кеткен 2 оқу жылы, яғни 21-ші, 22-ші, 22-ші, 23-ші оқу жылы және қазіргі жұмыс істеп жатқан оқу жылыңыз болып саналады. Сіз барлық құжаттарды 1 қазанда өтетін болсаңыз, 1 қыркүйекке дейінгі құжаттарды тапсырасыз. Яғни сізде 3 жыл болып кетеді, толыққанды да 3 жылдың құжаттарын тапсырасыздар. Сізге қалай хабарласуға болады дейді. 8707 344 95 95. Сізге чатқа жекеге жауап берді. Так, жақсы, рахмет сіздерге дейді. Сәлеметсіз бе? Шағын орталық тобында қандай құжаттар керек? Біздің мектеп қазан айында аттестациядан өтеміз дейді. Бұл жерде бана мен сіздерге айтып кеттім. Түріне, байланысты емес өз-өзін бағалау. 486 бұйрықта сіз балабақша, мектеп балабақша, немесе шағын орталық, немесе мектеп алды даярлық топ мектепте де бәріңіз жаңа біздің айтқан қағида бойынша, яғни 486 бұйрыққа сәйкес өзін-өзі бағалау, яғни мемлекеттік аттестаттаудан өтесіздер. Бәріңізге осы бір құжат 486 бұйрықта ол көрсетіліп тұр. Бүгінгі семинар кезінде мен сізге барлық құжаттарды, мақсатын, міндетін, қандай құжаттар болу керек екенін айттым. Осы көрсетілген бүгінгі семинарда алгоритм бойынша өзін-өзі бағалау жүргізіледі. Және 486 бұйрыққа сәйкес жүргізіледі. Тағы да әріптестер қайталап айтып кетейін. Қандай құжаттар керек жасағаныма, жұмыс жасағаныма 2 жыл болды дейді. Бағадан бері енді барлығын айтып өтті. Светлана Мергеновна, сіздерге қандай құжаттар керек, қалай толтыру керек, оны қандай бұйрықтарға сәйкес. Бұл жаңағы біз вебинарды сақтап қоямыз. YouTube каналымызға кіретін болсаңыздар, бүгін кешке дейін осы тікелей жаңағы эфирді біз салып қоямыз. Яғни бөлінбейді. Шағын орталық, мектеп алды даярлық топ деп бөлінбейді. Барлық білім мекемелеріне бекітілген, оқу ағарту министрлігінің бекітілген критериялар бар, өлшем шарттары дейміз, немесе сол өлшем шарттарына сәйкес сіздің құжаттарыңыз болу керек. Ол банағы басынан бастап айтатын болсақ, стандарт, оқу бағдарламасы, оқу жоспары да, сосын одан шығатын міндетті педагогтың 3 құжаты, перспективалық жоспар, циклограмма, баланың жеке даму картасы дедік, балабақшада жүргізілетін мониторинг дедік та. Сонымен бірге сізде сол уақытта аттестация онлайн жаңағы сауалнамада жүргізіледі. Ол айтып кетейік, мектеп алды даярлық топтың тәрбиеленушілерінің ата-аналарымен және қазір отанда қызмет атқарып жатқан педагогтармен де онлайн сауалнама жүреді. Соның нәтижесі бойынша сіз өздеріңізді бірінші өздеріңіз бағалайсыздар, барлық құжаттарыңызды интернет ресурсқа ілесіздер, сол жерден содан кейін бақылау департаменті сіздің құжаттарыңызды өз-өзіңізді қалай бағалағансыз, сәйкес келе ме құжаттарыңыз, сол жерден қарап шығады. Так, келесі сұрақ, бізде сәлеметсіз бе? Соны қайдан ала аламыз? 486 бұйрықты сіздер